Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, сіздермен Таңшолпан. Бүгін мен сіздерге осындай замороженный сүттерден творог жасаймын. Және творогтан осындай дәмді, аузыңыздан дәмі кетпейтін печеньелер дайындаймын. Ең алдымен бізге сүтімізді шамалы ертіп алу керек. Комнатный температурада өзінің ери бастады. Және мен оны сәл отқа қойып аламын. Отқа қойғаннан кейін оның сары суы бөлініп шығады. Сары суынан да сіз бөлек құймақ сондай жасасаңыз болады. Мен осының творогын бөліп алдым. Творогты өзін бөлек те жесеңіз болады. Қант, сгущенный немесе қаймақ қосып араластырып, немесе тұз сеуіп үстінен укроп, петрушка салып бөлек тоже басқаша қылып жесеңіз болады. Ал мен осы творогтан печенье жасаймын деп шештім. Өте дәмді, дайындалу жолы өте оңай. Ал кеттік. Алдымен біз творогымызды ыдысымызға салып аламыз. Бұл жерде творог холодильниктен шыққандықтан кішкене қаттып тұр. Кішкене қасықпен езіп көмектесіп жүріп, бір жұмыртқа саламыз. Барлық керекті заттардың барлығы менің описание бөлімінде жазылып тұр. Сол жерден оқып қарап жасасаңыздар болады. Дәл осы айтылған мөлшерде болмауы мүмкін. Көз мөлшермен қарап отырыңыздар. Себебі жұмыртқаның көлемі біреуде үлкен, бір кішкентай, немесе жаңағы творогтың кейбіреулері сулы болуы мүмкін, құрғақ болуы мүмкін, біреуінікі әртүрлі болады. Соған қарай көз мөлшермен қараған дұрыс. Осындай біздің массамызды жақсылап араластырып алдық. Енді үстінен мен 3 ас қасық қант саламын. Егер тәттілеу жағын қатты ұнатсаңыз, сіз мөлшермен сәл көбейтіп салсаңыз болады. Бірақ бұл дәмі өте дәмді, қатты қосу қажет емес деп ойлаймын. Үстінен сүт және ертілген сливочный масламды қостым. Осылай барлығын жақсылап араластырып шығамын. Өте дайындалу жолы тез, сондықтан осылай өздеріңізде дайындап көрсеңіздер болады. Үстінен електен өткізілген ұндарымды саламын. Ұнның да мөлшері сіз көз мөлшермен қарап отырыңыз. Өйткені қолға жабыспайтын, қатты емес, жақсы тесто шығу керек. Осылай араластыра отырып қасықпен басында. Содан соң мен қолмен жалғастырамын. Осылай жақсы қамыр, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығарамыз. Маған өте ұнады бұл рецепт. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Біз бұл қамырымызды салафанға салып, холодильникке қоя тұрамыз. Сливочный масло кішкене қатып, өз бойына сіңіп, жақсы тесто болып шығады. Сондықтан салафанға міндетті түрде салафанға салыңыздар. Морозилькеге де қоя тұрсаңыз болады, сәл аз уақытқа. Немесе холодильникке 20 минутқа қоятып алыңыз. Осылай қамыр елеп, мен дөңгелек күйінде пісіремін. Дөңгелек күйінде кесемін және ромбик күйінде кесемін. Сіз өзіңізге ыңғайлы қандай формада ұнайды, сол бойынша кессеңіз болады. Барлығы да піскенде бір дәм, фасондары қандай болғанмен де. Осылай жақсылап, өте қалың да емес, жұқа да емес, тесто осындай қамыр елеп шығамын. Барынша түсінікті түсіруге тырыстым. Сондықтан менің видеомды бағалап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің видеоларымды ең алғашқысы болып көресіздер. Комментарийға жазып, өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Қандай комментарий болса да мен үшін маңызды.
осындай мен қақпақпен формалар жасадым дөңгелек. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы затпен осылай жасап дайындасаңыздар болады. Барлығын дөңгелектеп кесіп шықтым, және де қалған осындай бөліктерін мен қайтып илеп сығыстым. Өте жұмсақ болады, қатты болып шықпайды. Екінші қайта ысқанда көбіне тесталар қатты болып қалады ғой. Бұл өте жұмсақ, және мен оны ромбик ретінде кесіп дайындай салдым. Печеньелар өте дәмді болып шықты. 180 градуста мен жарты сағатта бұл пісіп шықты. Онда міндетті түрде қарап отырыңыздар. Біреудің духовкалары өте тез пісіру мүмкін, біреулерінікі баяу пісіру мүмкін. Сондықтан міндетті түрде қарап, қадағалап отырыңыздар. Тез піседі. Және де біздің үйдегілерге бұл өте қатты ұнады. Тез желініп қалды, как пирожки өтіп кетті. Соңына дейін болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.